сәлеметсіздер. Оқушы үні подкаст студиясының құрметті тыңдармандары. Бүгінгі біздің студиямызда халықтың қауіпсіздігіне қызмет етіп жүрген жан, өрт сөндіру қызметкері, азаматтық қорғау маманы Мұстафин Берікқали Қыдырғалиұлы. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Рахмет. Аға, өрт сөндіру қызметі оңай емес, қиын деп жатады. Неге осы мамандықты таңдадыңыз? Бұл мамандық жауапкершілік пен батылдықты талап етеді. Адам өмірі біз үшін ең маңыздысы. Сол үшін мен осы мамандықты таңдадым. Рахмет. Өрт сөндірушілердің бір күні қалай өтеді? Бізде ең бірінші таңертең түске дейін сабақ, яғни тактикалық дайындық сабақтары жүргізіледі. Одан кейін арнайы жаттығулар бар өрт қауіпсіздігі бойынша. Сонымен қатар құрал-саймандарды дайындайды, техникалардың жүріс-тұрысын қарайды. Сонымен қатар бізде шақырту болған кезде 1 минуттың ішінде шақырту орнына шығып кетуіміз керек. Аға, мектеп оқушылар көбінесе өрт қауіпсіздігін сақтаңдар деген сөзді жиі естиді. Ал өрт көбіне неден шығады? Ең бірінші өрттің бірден-бір себебі ол үйдегі өзіміздің пайдаланып отырған тоқтарды дұрыс қолданбау. Біріншісі электр сымдарды дұрыс пайдаланбау, яғни бос сымдарды қолдану, бір розеткеге бірнеше тоқты қосып қою, газды ашық қараусыз қалдыру, сіріңкені дұрыс пайдаланбау, осындайдың кесірінен өрт көп пайда болады. Демек, көп жағдайда өрт адамның өз салғырттығынан пайда болады. Не, солай. Адамның өз салғырттығынан 80% адамның өртті дұрыс, өрт қауіпсіздік талаптары дұрыс пайдаланбауында. Жауабыңызға рахмет. Енді ең маңызды сұрақтарға да келіп жеттік. Оқушылар қандай қауіпсіздік ережелерін есте сақтау керек? Ең бірінші суық қолмен тоқты ұстауға болмайды. Сосын үйде жалғыз болғанда газын пешті қосуға болмайды. Түтіннің иісі шықса, дереу үлкен жерге хабарлау керек, сосын ашық жерге шығып кету керек. Сонымен қатар қазіргі жастардың көбісі телефон пайдаланады. Яғни ұялы телефонды түнде жастықтың астына қойып, немесе қастарына қойып, зәріткеге қалдыруға болмайды. Қарапайым, бірақ өте маңызды кеңестер екен. Келесі сұрағым, егер үйде, мектепте өрт басталса, біз қандай ретпен әрекет етуіміз керек? Ең бірінші адам деген абыржымай, сабыр сақтау керек. Қасында үлкен адамдар болса, соларға ескертіп, сосын ең мысалға мектепте болса, ең жақын шығатын далаға шығу орны қауіпсіз жерге ең жақын жолмен шығып кету керек. Сонымен қатар шыққаннан кейін, ашық жерге барғаннан кейін өрт сөндіру бөлімінде, яғни 101 телефон нөміріне немесе 112 телефон нөміріне хабарласуымыз керек. Сонда қоңырау кезде не айтылу керек? Ең бірінші 101-ге немесе 112 телефон нөміріне қоңырау шалған кезде бірінші звондаған, яғни қоңырау шалған адам өзін таныстырады, одан кейін мекен жайды айтады, сосын не жанып жатқанын айтады. Сонымен қатар ішінде адам қалып қойды ма, жоқ па, соны айтады, сосын жарылғыш зат бар ма, жоқ па, соны ескеру керек. Аға, оқушыларға осыншама пайдалы ақпарат бергеніңіз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Балалардың ең бірінші қауіпсіздігі ол өзіміздің қолымызда, сондықтан өз-өзімізді қорғап және айналамызды қорғап жүрейік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі подкастта кездескенше қауіпсіз болыңыздар.